Ойо, ана жерде мен жақсы көретін бала отыр ғой. Мә, соған барып подарогымды әкеліп берейінші. Оның ішінде мен сен жақсы көремін деп презентация еткен кезім ғой. Мә, барып берсем қалай болады екен? Ну ладно. О, привет, қалайсың? Мен саған мына подарокты берейін деп едім. Ойбай, фу, кімсің сен вообще? Подарок маған? Не үшін? Просто ашып көрсең болады. Ой, әпкеш бер. Не дейді? Мен сені жақсы көрем. Фу, сен мен жақсы көресің ба? Сен жындысың ба? Сен вообще томпақсың ғой. Фу, мен сен вообще қарамаймын. Шынымен де айтайын. Фу, вообще қарамаймын. Фу. Керек емессің сен маған. Мә, мен ойласам, ол да мені жақсы көреді деп. Түй, соншалықты урод болдым ба? Жарайды, томпақ болсам да хотя бы әдемім ғой. Мә, анам айтсам да, анам арықтамайсың ба енді деп ұрсатын болды ғой. Түй, не деген үшін мен де томпақ болдым. Қашан арықтасам болады екен? Қанша арықтаймын десем де бургер неше түрлі зат жеп қоя беремін. Түй. Анашым, білесіз бе, бүгін мен өзім жақсы көретін балаға жақсы көрем деп айтып едім. Ол маған томпақсың деді. Бірақ бағанадан бері жылап уже. Жылағым да келмей қалды ғой. Мә, қызым, шынымен де саған арықтау керек. Енді мен саған айтқым келмейді олай қатты грубо. Бірақ енді по-любому саған арықтау керек, қызым. Давай ертең шынымен де екеуміз де бірге арықтаймыз. Мен де енді уже сені тудым дегенде мен де кішкене арықтауым керекпін, формамды ретке келтіруім керекпін. Ертең таң атпастан тұрып пробежкаға тұрайық, ертең жүгірейік, жарайды ма, қызым? Мә, анашым, жарайды енді. Бірақ мен білесіз ғой, таңертең вообще тұра алмайтынымды. Бопты да, қызым, ертең көре жатармыз. Таңертең ерте тұру үшін ұйқымызды да дұрысқа ретке келтіру керекпіз. Сол үшін ұйықтай ғой. Жарайды, анашым. Қызым, мен уже бүкіл бет қолымды жуып, таңғы асымызды дайындап, как положено завтрагымызды дайындап, андай шведский стол секілді, бірақ тек қана пайдалы, білесің ғой, екеуміз диетада бүгіннен бастап, және де бізде правильное питание, және де спорт, және махаббат десің. Так, қызым, тұра ғой, тезес, бол. Мә, анашым, бүгін шынымен де қатты ұйқым келіп тұр. Давайте ертең, қашаннан бері ертеңге қалдыра беретін болғансың? Болды, тұрда, баста, тезес бол, тұратын бол, түсінің ба? Мен қазір келем дегенше тұратын бол. Қашанға жүресің осылай әркімнен ұрсыс естіп, а? Сосын маған кеп жылайсың, саған қанша мол отказ берді уже, мен сені жақсы көрмеймін деп, қанша мол сені жамандады уже. Басқа қыздар сияқты жүрсейші, барық боп, давайте, болды, күтем сен, түсінің ба? Болды, давай, қызым, тұр бол. Мә, шынымен де тұруым керекмін. Қарашы, қандай томпақ болып кеттім, даже айнаға сыймайтындай болып кеттім ғой. Шынымен де, арықтауым керек еді, бүкіл нойка әдемі деп айту үшін. Қандай әдемі, бірақ осы сұлулығымды томпақтығым жауып тұр ғой. Болды, енді точно арықтамасам, болды, енді анаммен бірге точно дұрыстап тұрып, правильное питание болып арықтайым. Болды, анашым, күтіп тұрсыз ба? Мен қазір келе жатырмын. Мә, анашым, сіз уже дұрыс тамақтануды уже бастап кеткенсіз ба, не? Әрине, қызым, бүгіннен бастап точно өзгереміз дедік қой. Қызым, шынымен де қатырасың, енді тұрмаймын дегенің қалай кетті енді. Давай, сен де алма жейсің ба? Бол, алманы ал же. Анашым, бүгіндікке алма ғана жейміз ба, не? Кешегі бургерше, кішкене бургерде жеп алмадық та, Ойбай, қызым, басты қатырма, болды, жүрш, болды, шықшы тез. Мә, анашым, тек қана алма жейміз ба? Жүр дедім ғой, мен саған бош. Анашым, әрең шыдап жатырмын, аяғым қатты ауырып кетті, қанша километр жүріп тастадық уже, анашым, пожалуйста, көрдіңіз ба, новый остановка. Мә, анашым, уже мектеп жаққа жетіп қалыппыз ғой, пожалуйста, тоқтайықшы, анашым, тоқтап өтінемін. Мә, қызым, не деген шыдамсызсың сен? Ё-майо. Болды, осы жерден қайтамыз ба онда? Бүгіндікке жетер енді. Бірақ шынымен де күшті жүрдік, боптан да жүр, үйге қарай жаяу қайтайық оны қайтадан. Мә, анашым, пожалуйста, машинамен қайта салайықшы. Қумаш, қызым, босқа ақша құртып, қаншпіш болды, жүр, алдыға түс, бол, жүгір. Мә, анашым, сіз деген мотивация болдыңыз ғой тегі. Ой алла, так, жүрейік енді. Шашып кеттім, бірақ. Мама, пожалуйста, мына жақта велик бар екен. Мама, тоқташ, өтінемін. Не болды? Мама, велик хотя бы айдайықшы. Велик деген наоборот пайдалы емес па? Дұрыс.
айтасың қызым. Ал мен самокат айдасам қалай болады екен? Анаш самокат итаки айдап жүр қой. Пожалуйста, велик айдаңызшы менімен бірге, пожалуйста. Ой, қоймадың ғой сен де. Жүр енді. Өйіне велик деген қызық екен, е? Болдында түсейік құрсын, қызым, болды, точно дайындалайық. Үйге қазір барғанда мен сені точно тексеремін. Неше түрлі андай бургер-сургер жеп жүрмеш, нервқа тип. Давай кір, бол. Қызым, тұра ғой. Тұрдың ба, қызым? Қызым. Анашым, бүгін есіме түсіп кетті ғой, арықтайтын. Кеше ерте ұйықтағам жақсы болыпты. Бірінші рет ерте ұйықтадым. Так, кеттік. Болды, бүгін көңіл күйім өте жақсы. Ерте ұйықтасаң, күшті көңіл күйде болады екенсің. Ентігіп қалдым ғой, анашым. Қызым, мынау негізі аз. Қайда аз? Негізі спортпен айналысу керек еді. Тез үйге қайтып спортпен айналысайық жарайды ма? Үйге тез киімімізді ауыстырып, таза киімге сосын қайтадан спорт залға шығу керек. Анашым, сіз мені сабақ басталам дегенше, каникул бітем дегенше сонша қинадыңыз ғой. Бопты, жарайды. Қызым, істеп жатырсың ба? Молодец, істе. Мен оған шейін жүгіре берейінші, құрсын, болмай кетті. Болды ма? Қайттық па, анашым? Иә, анашым, бір бургерден ұрып болмадық па? Жеп болмадық па? Ой, бастықтатырмаш қызым, болды, жүр. Осылай күнде келіп тұрамыз. Арада көп уақыт өткен соң, қызым, сабаққа бара ғой. Енді анау точно саған ғашық болып қалады деген ойдамын. Енді шынымен де әдем болып кеттің. Қатты қуанып тұрғанда, арықтап кеттім ғой шынымен де. Так, енді түр бермеу керек. Мына сосын, анау деген мойка емес па? Арықтап кетіпті ғой, негізі қандай әдемі. Ё-майо, мен қайтадан араласып алу керек. Томпақ кезде менсінбеуші. Қандай томпақ кез деп жатырсың? Ой, привет, қалайсың, мойка? Чё там, қалайсың? Не істеп жатырсың сен? Қуасың ба, кішкене? Неме өзше болып кеткенсің, Бағана класста сенің красавчик бұрындағы крашың отыр ғой. Ой, ол керек емес уже маған. Бопты, давай онда мен сабаққа кіре берейін. Не деген өзінше болып кеткенсің? Ал көрсетейін мен саған кімді менсінбеу керектігін. Ой, ё-майошкин, мынау кім тағы? Чо там, қалайсың? Кімсің сен? Кетші бар. Анау өзінше өте әдемі болып кетті. Бекер томпақ кезінде менсінбедім. Танысайын ба? Қайтадан араласуды сұрайын ба? Не ғой? Бұрынғы үшін өтінемін, кешірім сұраймын. Мені кешіре аласың ба? Өтінемін, қайтадан араласайықшы. Оны подписчиктерінен сұрауым керекпін. Подписчиктер, өтінемін, комментарийге мені кешірсін деп жазып кетіңдерші, өтінемін, және де подписаться етуді ұмытпаңдар. Всем пока-пока.